Бұл Паралимпиада тарихындағы тұңғыш осындай жоғары нәтиже. Бүгінгі күні пара пауэрлифтингтан Давид Дегтярев 2 дүркін Паралимпиада жеңімпазы атанып отыр. Дзюдо күресінен Ақмарал Наотбек қарындасымыз пара дзюдоның тарихында тұңғыш алтын медальға жетіп отыр. Нысана Көздеден Еркін Ғаббасов тарих жаңартып отыр. Пара жүзуден Нұрдәулет Жұмағали Азия рекордын жаңартып, Паралимпиада рекордын жаңартып, күміс медальға ие болып отыр. Ерғали Шамей бауырымыз мына жерде дзюдо күресінен күміс медальді жеңіп әкеліп отыр. Біздің Дастан Мұқашбеков ядраны итеруден 16 метрге итеріп, Азия рекордын жаңартып, қола медаль жеңіп отыр. Дзюдо күресінде